Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өмірді сақтап қалуы мүмкін беймәлім 13 айғақ. Егер адамдар қауіпті жағдайда дұрыс әрекет жасай алса, көптеген жарақаттан, тіпті өлімнен де аман қалуға болар еді. Кей кездері жай ғана бір айғақты білу аман қалу немесе біреуді құтқарып қалу мүмкіндігін арттырады. Reddit сайтын пайдаланушыларының бәрі біле бермейтін қандай айғақ адамды аман алып қалу мүмкін деген сұрақ қойып, оған біраз жауап алған. Сол жауаптардың ішінен адамның аман қалып қалмауы оның жүріс-тұрысына байланысты болған жағдайлар сараланып, кейін сондай жағдайға тап болғанда пайдасы тиетін қам-қарекет реті сіздерге ұсынылып отыр. Сонымен бастайық достар. Озбыр аюмен кездесу. Ең абзалы әрине жабайы табиғат аясында аюлардан аулақ жүру. Бірақ ондай кездесу болып қалса, бұл хайуанның ең осал тұсы маневр екенін біліп жүріңіз. Аюлар жылдам шауып желеді және ағашқа өте жақсы өрмелейді. Олармен бұдан жарысудың еш мәні жоқ. Бірақ бір нәрсені, мысалы машинаны немесе ағашты айнала қозғалу оларға әлдеқайда қиын. Бұл айлакер тағамға жұмсалған күштің татымайтынын түсінген аю әйтеуір бір уақытта сізді ұстауға талпынуын доғарады. Алайда аю агрессиясын шығармай тұрып сасқалақтап абыржудың қажеті жоқ. Егер ол сізге біраз қарап тұрып қалса, қозғалмай тұрыңыз. Бұл аю сіздің кім екеніңізді, не істегелі тұрғаныңызды ұға алмай тұрғанын білдіреді. Егер сізге қарай аяндап жүре бастаса, ақырын жүріп кете беріңіз. Аюлардың адамға шабатын кезі сирек, сондықтан ол сіздің адам екеніңізді ұққан кезде өзі кетіп қалады. Келесі, үйде еш себепсіз пайда болған балықтың иісі. Егер иістің қайдан, неден шығып тұрғанын анықтау мүмкін болмаса, онда бұл балқып жатқан сымдардың иісі болуы ықтимал. Бұндай жағдай от шығуына немесе жарылыс болуына апарып соғуы әбден мүмкін. Ең дұрысы, иіс себебі анықталғанша электр қуатын ажыратып тастау. Келесі, сізді теңізге қарай алып кететін ағыс. Кері ағынға кездейсоқ тап болғанда жағаға қарай жүзуден еш пайда жоқ. Сіз күшіңізді босқа шығындайсыз. Кері ағыннан шыққанша жағаны бойлай, яғни параллель жүзуге тырысыңыз. Содан соң жағаға қарай жүзіңіз. Келесі, ыстық өткенін анықтау. Ыстық өтудің ең айқын белгілері бас айналуы мен жүрек айнуы. Бірақ ол белгілер басқа себептерден де пайда болуы мүмкін. Әбден көз жеткізу үшін тәтті, мысалы кәмпит жеу керек. Егер оның дәмі жағымсыз болса, онда ыстық өткені. Жүрек қан тамыры жүйесі бұзылған адамдар үшін симптомдар себебін мейлінше ертерек анықтап, білікті көмек көрсетудің маңызы өте зор. Келесі айғақ адамның есін жиғызатын қарапайым амалдар. Егер естен танып қалған адамды шұғыл есін жидыру керек болса, оны жайлап шалқасына жатқызып, бүгілген екі тізесін кеудесіне тарту керек. Бұлай еткенде миға қан көбірек барып, танған адам есін жиып алады. Бірақ әуелі оның аяғында және денесінде жарақат жоқ екеніне көз жеткізген абзал. Әйтпесе, бұндай жәрдем жағдайды одан әрі қиындатып жіберуі мүмкін. Келесі, улы жылан шағып алған кездегі жәрдем. Жұрт ішінде қате айтылып жүрген ойларға қарамай, жылан шаққанда оның уын сорып алуға, суық зат басуға, бұрау салуға, компресс басуға, немесе жараны ыстық нәрсемен қарып күйдіруге мүлдем болмайды. Зардап шегушіге мамандар келіп жеткенше, оған көп су ішіп, антигистаминдік, яғни аллергияға қарсы дәрі ішу қажет. Жылан шаққан жерге тиіспеген жөн, әйтпесе жылануы бүкіл денеге тезірек тарап кетеді. Келесі, суға батқан адамды аман алып қалған соң. Егер суды көп жұтып қойған адамды аман алып қалса, бұл оның өміріне енді еш қауіп жоқ деген сөз емес. Дереу ауруханаға жөнелткен дұрыс. Өйтпеген жағдайда, егер оның өкпесінде су қалып қалса, ол бірнеше тәулік ішінде қайтыс болып кетуі мүмкін.
Апатқа ұшыраған көліктің әйнегін қалай шағуға болады? Көліктен есік арқылы емес, тек терезесі арқылы шығуға болатын жағдайға тап болсаңыз, әйнекті орта тұсынан емес, шет жағынан ұрып сындыру оңайырақ екені есіңізде жүрсін. Айтпақшы, бұл істі орындықтың бас сүйері жақсы атқарады. Әрине, егер оны орындықтан шығара алсаңыз. Әр көлікте олар орындыққа әрқалай бекітіледі. Ол жағын алдын ала біліп алған дұрыс. Шөлмектегі судан шығатын өрт. Мүмкін еместей көрінуі мүмкін. Дегенмен, оған күннің сәулесі тура түсіп тұрса, өрттің себебі болып кетуі әбден мүмкін. Гәп мұндай жағдайда шөлмек линза секілді күн жылуын бір нүктеге тоғыстыра алуы мүмкін екендігінде. Бұндай ыдыстарды терезеден алысырақ жерге қойып, машинада ешқашан қалдырмаған абзал. Антигистаминдік дәрі-дәрмек әрдайым жаныңызда болсын. Сіз бұрын көрмеген, ұстамаған нәрсеге аллергияңыз бар болып шығуы мүмкін. Оның үстіне аллергияның күштілігі сондай, тиісті көмек берілмесе, жағдайыңыз қиындап кетуі ғажап емес. Бұл әсіресе адамдар жаңа тағам түрлерін жеп көріп, жаңа өсімдіктері бар жерге тағы басқаларына тап болатын саяхаттау кезінде маңызды. Және тағы да бір қызықты айғақ, жағажайдағы су күнделікті орнынан тым алыста. Суы аса көп тартылып кеткен мұхит жағалауы келе жатқан цунамидің нышаны. Бұндай табиғи апат болу мүмкіндігін байқап қалсаңыз, дереу айналадағы адамдардың бәріне ескертіп, ол жерден кетіп қалу керек. 2004 жылы Үнді мұхитында болған цунамидің қарсаңында, өкінішке орай, жағалаудағылар бұған аса мән беріп жатпады. Бүкіл жағалау бойында адамдар ұлу қабыршықтар мен балықтарды жинап алу үшін жағаға барды. Бұл құбылыс әсіресе балаларға қызық болған болатын. Алайда, екі жағажайда бұл ненің нышаны екенін білетін адамдар бар болып шықты. 10 жасар ағылшын қыз Телли Смит және биология пәнінің мұғалімі Джон Чростон. Сол күні бұл екеуі талай адамды ажалдан алып қалған болатын. Және де келесі айғағымыз 3 қағидасы. Қиындыққа тап болған кезде статистикалық орташа адамның аман қалуға қауқар қабілеттілігін сипаттауға болатын шамаларды есте сақтау қажет. Ол адам ауасыз 3 минут, экстремалды температурада 3 сағат, сусыз 3 күн, тамақсыз 3 апта өмір сүре алады. Осындай жағдайға тап болған кезіңіз болды ма? Сол кезде сіз қандай әрекет еткен болатынсыз? Осы сұрақтарға жауаптарыңыз болса, комменттер қалдырыңыздар достар. Бүгінге біздің видеомыз осы. Сіздермен болған Оңай каналы. Каналымызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.